Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді ракушка пирожныйдың рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қыздар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ендеше рецеппен бөлісе кетейін. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алыңыздар. Сарысын қосамыз бірінші. Ертілген сары майымызды міндетті түрде суығаннан кейін қосыңыздар. Және қаймақ. Араластырып алыңыздар. Шекерімізді бір ас қасық. Және ұнымызға жарты қасық шайный сода қосып араластырып аласыздар. Ұнымызды қосамыз. Енді жұмыртқаның ағын миксермен, қол миксермен де пайдалансаңыздар болады. Жұмыртқаның ағы жақсы көтерілуі үшін шым-шым тұз қосасыздар. Енді шекерімізді бөліп қосасыздар осылай. Байқасаңыздар, жұмыртқаның ағы қоюланды. Біздің жұмыртқамызды енді бұған жаңғағымызды қосып араластырып аласыздар. Қамырымызды осылай 14 бөлікке бөліп, шарик қылып аласыздар осылай. Қамырымызды осылай жайып алыңыздар. Ішіне бір ас қасық безені саласыздар. Бір шетін осылай қайырып, екі шетін жақсы бекітіңіздер. Өйткені біздің пирожныйымыз піскен кезде шеті ажырап кетуі мүмкін. Міне біздің ракушкамыз дайын.
ракушканың бір жағын жақсылап бекітіп, екінші жағын осылай қайырасыздар. 160 градуста 25 минут пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Өте дәмді, ауызда еритін дәмі пахлаваға ұқсайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Астарыңыз дәмді болсын.